Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар, мен сіздерге осындай өте дәмді, биік болып шығатын үстелдің үстін жайнатып жіберетін пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол өте дәмді болып шығады. Осындай жолақтары бар. Зебра пирогы деп аталады. Зебраның жолақтары сияқты өте дәмді болып шығады. Ең алдымен біз тереңде отысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқаларымыздың үстіне қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап 1-2 минуттай көпіргенге дейін миксермен араластырамыз. Бізде осындай видеода көрсетілгенде қамыр пайда болу керек. Одан кейін оның үстіне қаймақ құямыз. Менде дүкеннің қаймағы сұйықтау кішкене, қаймақтың сұйықтығы маңызды емес. Одан кейін оның үстіне сары май құямыз, ерітілген. Жақсылап миксермен араластырамыз. Ұнымыздың үстіне ас содасымен қопсықышты салып, біздің ұнымызды массамыздың үстіне електен өткізіп салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер, себебі егер де електен өткізбесеңіздер, біздің пирогымыз көтерілмей қалады. Және де аз-аздан сала отырып миксермен араластырамыз. Оның бәрін салып жіберсеңіздер, онда біздің пирогымыз өкінішке орай көтерілмей қалады. Сол үшін аз-аздан сала отырып миксермен араластырыңыздар. Дайын болған массаны тең етіп 2 ыдысқа бөліп аламыз. Бірінші массамызға какао ұнтағын салып, миксермен араластырамыз. Бізге осындай қоңыр және де ақшылдау масса керек. Біздің ақшылдау массамызға тиіспейміз. Одан кейін 2 қасықты алып, осы 2 ыдысқа саламыз. Екеуінде де бөлек қасық болғаны маңызды. Одан кейін табамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстін сары маймен майлап, біздің видеода көрсетілгендей етіп, 2 қасық ақшыл массамызды, одан кейін 2 қасық қоңыр массамызды сала отырып, осы үдерісті біздің массамыз біткенге дейін қайталайтын боламыз. 2 ас қасық салу міндетті, егер де сіздер біреу салсаңыздар, онда сіздің жолақтарыңыз көрінбей қалады. Осындай менде масса шықты. Енді біз қазір осындай, яғни таяқшаның көмегімен біз узор жасайтын боламыз. Ортасына осылай шетіне дейін видеода көрсетілгендей етіп қайталаңыздар. Сіздерде осындай өте керемет болып шығады. Узорларыңыз енді осы біздің қамырымызды 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Бұл сіздің пешіңізге байланысты. Менде 40 минуттай пісті. Піскенін біз осындай таяқшаның көмегімен біле аламыз. Егер де таяқшамыз құрғақ шықса, онда біздің пирогымыз дайын деген сөз. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің YouTube парақшама және де Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол жерде мен неше түрлі рецептермен және де лайфхактармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар!